Санаулы күндерден кейін жаңа оқу жылы басталады. Ал қазір ата-аналар мен балалар қызу дайындық үстінде. Осыны ескерген Қордай аудандық ауруханасы бүгін мекеме қызметкерлерінің балаларына мектепке қажетті құрал жабдықтарды табыс етті. Бұған дейін аталған мекемеде көп балалы қызметкерлерге көмек көрсетіліп келген. Игі дәстүр биыл да өз жалғасын тапты. Аурухана басшылығының сөзінше, бұл жолы бірінші сыныпқа баратын 103 балаға кеңсе тауарлары мен мектеп сөмкесі табыс етіліпті. Бұл жерде біздің Қордай ауруханамыздың басшымыз және де кәсіподақ ұйымының бірлесуіменен мектепке жол науқаны жүргізіліп жатыр. Бұл жерде қызметкерлеріміздің бірінші сыныпқа баратын балаларына мектепке керекті қопташасы менен жабдықтармен қамтамасыз етілген сөмкешелерді таратып жатырмыз. Қуанған көптің арасында 4 баланың анасы Кенже Жақыпбекова да бар. Биыл кенжесін бірінші сыныпқа апарғалы отырған ана жақсылыққа себепші болғандарға өз ризашылығын жеткізді. Мен өте қуаныштымын. Біздің бүгінгі балаларымызға бірінші сыныпқа баратынына кішкене болса да сыйлық беріп жатыр. Эльдар Хусейновичке мың алғыс. Сол тек қана рахмет айтамын. Өз кезегінде аудандық аурухананың басшылығы мұндай айтулы істің әлі де жалғаса беретінін жеткізді. Ал қызметкерлерге қолдау көрсету мекеменің негізгі міндеті болып қала бермек. Нұрбақыт Мұсатилаұлы, Еркебұлан Болатұлы, Қордай 24 Ньюс.